Челночная политика деген бар ғой, өте икемді саясат, яғни гибкая политика дейді. Челночная гибкая политика дейді, яғни өте жұмсақ, астарлы саясат, ол дәстүрлі жаңағы дінмен өздерінің бір астарлап сабақтастық көрсетуі. Халықтың көп ажырата алмай қалуының себебі де сонда болып жатыр. Мысалы, егер осыдан бір 10 шақты жыл бұрын нақты мына ағым деструктивтік діни ағым деп ажыратуға оңайырақ болатын болса, қазір кезеңде ажырату өте қиын. Себебі жаңағы дәстүрлі емес діни ағымдар, дәстүрлі діндердің кейбір элементтерін өздерінің ыңғайына қарай пайдаланып алып жатады. Бізде мына идеалға еліктеу деген нәрсе бар ғой, образға еліктеу деген бар, сондықтан бізде көп әртістеріміз, блогерлеріміз, мысалы, оранып жатыр, немесе дінді уағыздауға көшіп жатыр, коуч бағдарламаларына астарында да діни уағыздар бар, бірақ мәселе олардың діни ұстанымдарында емес, мәселе халықтың қайсы қандай бағытта, қайсы ағымда екенін ажырата алмай қалуында. Тіпті сол блогерлардың өздері де, әртістердің өздері де білмей қалуы әбден ықтимал, қай ағымның ықпалында болғандарын. Бұл өте қауіпті процесс, себебі жауды ашық түрде көрген, онымен күресуге нақты жолдарымыз бар екенін білеміз да. Ал мына латентті форма дейді ғой, жасырын форма деген латентті бір нәрсенің астарында өзін жүзеге асыру. Мысалы, діннің астарында саясатты жүзеге асыру, немесе саясат арқылы дінді жүзеге асыру, діни ілімдерін жүзеге асыру деген сияқты латентті форма дейді, жасырынды форма. Мына жасырынды форма әлде қайда қауіпті процесс.